Жемқорлық туралы жазалау ма әлде болдырмау ма дейді. Яғни Марғұлан Сейсенбаевтың қалдырған посты бар екен. Инстаграм бойынша қазіргі болып жатқан Бейсенбаевтың соты бар, су тасқыны бар, соған байланысты жазған пікірі. Жемқорлықтың салдары күн сайын көріп жүрміз дейді. Дамбылар, жолдар, жылу электр станциялары, құбырлар құлап жатыр. Тіпті атышулы Бейсенбаев ісі де жай ғана тұрмыстық зорлық, зомбылық және кісі өлтіру емес, шенеуніктердің білгенін істеп, ал судьялар кінәлілерді ақша үшін ақтап шығаратын біздегі жемқорлықтың көрінісі дейді. Қазақстан өте бай ел, алайда біздің бар байлығымыз жемқорлық жеп жатыр. Жемқорлық біздің өміріміз бен бостандығымызға қауіп төндіріп, мойнымызға үлкен салық артып қойған, ал есесіне түк те бермей, өкінішке қарай жемқорлық Қазақстанда жүйеге айналды дейді. Осының барлығына Назарбаев кінәлі деп жазыпты өзі. Осының барлығына жемқорлық қатерлі ісік сияқты, оны жай ғана күреспен не шенеуніктерді түрмеге отырғызумен жеңе алмайсың дейді. Жемқорлықты жою Қазақстан 2030 рухани жаңғыру сияқты кез келген экономикалық бағдарламалардан әлде қайда тиімдірек. Жемқорлықты жою арқылы елімізге триллиондаған теңге пайда әкеліп, барлық азаматтардың өмір сапасын көтере аламыз. Жемқорлықты жою қаншалықты маңызды екенін түсіндіріп жату артық деп ойлаймын. Ендігі мәселе оны қалай жоямыз? Жемқорлықпен күрестің көптеген құралдары бар. Бірақ егер жемқорлық жайлы ескерту немесе оны болдырмау механизмдері жұмыс істемесе, жай ғана күрес тиімсіз дейді. Кез келген күресте болған жемқорлық үшін жазаны қарастырады. Бірақ егер бұл жаза өте ауыр болмаса, оның ескерту немесе болдырмау әсері болмайды. Жазаны ауырлығы жай ғана жаза емес, бұл көп жағдайда ескерту үшін болады. Жаза ауыр болған сайын қылмыс та арзышылады. Яғни бізде қазір жемқорлық бойынша ақша жеп қойды деген бойынша штраф төлейсің болды ғой көбінде. Сосын жылдарды қысқарай береді. Соны айтып отыр екен мұнда. Ал енді ислам бойынша дейді, шариғатта ұрлық жасаған үшін ұрының қолын кесіп тастайды. Шариғат бойынша рас болса жазып отырыңыздар. Бұл мұсылмандар қатыгез болғандықтан деп ойлайсыз ба? Жоқ. Бұл басқалары ұрлық жасамау үшін жасалатын жаза. Жемқорлық үшін өлім жазасы бар. Қытай немесе Вьетнамды алайық. Неліктен олай деп ойлайсыз? Жемқорлар соншалықты зиян келтіргесін оларды өлтіру керек деп ойлайсыз ба? Жоқ. Бұл қалған басқа адамдар арасында жемқорлық болмау үшін жасалады. Себебі бір адамның жемқорлығы қорқынышты емес, ал олар көп болса, бұл ел үшін өте қасіретті. Мысалы, Еуропадағы автобуста немесе пойызда жүруді алайықшы, ол жақта бақылаушылар жоқ. Әрине олар бар, бірақ олар билетті таңдап тексереді. Онда билеттер қымбат емес, бірақ билетсіз жүргеніңіз үшін айыппұл өте үлкен. Билет құнымен салыстыруға да келмейді. Сондықтан сіз мұнда мені ұстап алмайды деп билетсіз жүре бермейсіз. Өйткені айыппұлдың мәні билет бағасынан өтеуде емес, тәртіп сақтауда жатыр. Билетсіз жүрген бір адам шығын әкелмейді, бірақ олар көп болса үлкен проблема. Жемқорлықпен күрестің екінші құралы бар. Құралы бұл жазаның орындалмай қалмайтындығы дейді. Өкінішке қарай қазіргі жүйеде жұмыс істейтін адамдарға қатысты мұны қамтамасыз ету қиын. Ол үшін жаңа еш жерде жамандық жасап, көзге түспеген жүйелі жемқорлықпен уланбаған адамдарды жинау керек. Өйткені олар жемқорлықтың не екенін, қалай жұмыс істейтінін білмейді. Бұл құралдарды өмірімізге енгізу үшін біз қоғам болып, жемқорлық жасаған үшін тағайындалатын жазаны ауырлатуды талап етуіміз керек. Мен өлім жазасын қарсымын, бірақ өмір бақи бас бостандығынан айырылуды қос қолдап қолдаймын. ақш-та мысалға 100-150 жыл және одан да көп жылдар береді. Бізде де тұрмыстағы зорлық-зомбылық үшін жазаны ауырлатуды талап еткендей, жемқорлық үшін берілетін жазаны ауырлатуды талап етуіміз керек дейді. Марғұлан Сейсенбаевтың жазған инстаграмдағы постына байланысты. Жемқорлыққа байланысты жазған посты осылай дейді. Негізі мен түсінгенім бойынша екі шешімді айтып отырды бұған байланысты. Жемқорлыққа, яғни жаңадан жүйеге адамдар әкелу, яғни жемқорлыққа қатысы жоқ, бұрын мүлдем
ойы да таза адамдар алып келу керек дейді системаға. Немесе екіншісі, яғни басқа елдердегі сияқты 100 жылға 150 жылға жемқорлық жасаған адамдарды қамау керек дейді. Яғни қатаң болу керек дейді. Жай ғана ескерту емес, штраф емес, 1-2 жылдық кәдімгідей үлкен жаза болу керек дейді. Yani не ойлайсыздар? Ақырындап жазып отырыңыздар. Негізгі жазып отырғанды негізі осы ғой. Сол, давайте. Рахмет. Аман болыңыздар. Кеттік.